Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сүзбелі печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді салып, оның үстіне бір дана жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне шамалы тұзымызды, қопсықышымызды салып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді осы илеп алған қамырымызды 30 минутқа тындыруға қойып қоямыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, жайып, дөңгелекшелеп кесіп алатын боламыз. Мінекей достар, дөңгелекшеп кесіп алған қамырымыздан форма жасаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қант қамалып формаға келтіріп аламыз. Мен екі түрлі ғып жасадым формасын. Біріншісі осы видеода көріп тұрғандарыңыздай, ал екіншісі мінекей осы дөңгелекшенің төртеуін алып, орап, ортасынан кесіп, гүл формасын келтірдім. Енді тапамызға салып, үстіне шамалы қантымызды сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.